Қазақстан Республикасының заңнамасы бар. Сол заңнама бойынша бізде тыйым салынған ағымдар бар. Тыйым салынған, кешірім сұраймын, ұйымдар бар. Діни тұрғыдан. Тыйым салынған материалдар бар. Міне мен кездесіп жатам кейде студенттермен. Айтады, ұстаз, мен мынандай кітап оқып жатырмын. Сосын мен ана біздің мемлекеттің тыйым салынған экстремистік және террористік материалдар тізімін ашамын да айтамын, міне сенің оқып жатқан кітабың міне деймін. Сен қазіргі таңда Қазақстан Республикасының тыйым салған әдебиетін оқып, мүмкін біреуге түсіндіріп жүрген де болуы мүмкін. Сен сотталасың осымен. Көп жастар бұны білмейді. Өткенде бір студентпен кездестім. Мен дейді, 3 негізді оқып жүрмін. 3 негіз Мұхаммад ибн Абдул-Вахабтың кітабы. Қазақстан соттарының 5 шешімі бар. Ол кітаптың экстремистік және террористік кітап екендігіне. Бірақ жастарымыз көрмеген. Көрдіңіз бе? Тура сол секілді басқа да бізде тыйым салынған әдебиеттер бар, ұсынылмаған, дұрыс емес көптеген әдебиеттер бар, уағызшылар бар және контент бар. YouTube'та болсын, сондайларға жоламау керек.